Құрметті достар, ханымдар мен мырзалар. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Көп туымыздың желбіреген, бүгінде абыройлы да айбынды, береті де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдық мерекесі әр кеудеге мерекелік шабыт, ерекше жігер дарытуда. Нашей независимости 30 лет. Это важная веха, знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение свободы. Мечта, о котором лелеяли многие поколения наших предков. Независимость поистине особая страница в истории государства и нации. Многовековая мечта казахстанского народа. Адамзат рухани құндылықтарын қадірлеп, насихаттай алатын, шығармашыл өнер ордаларының қатарында 60 жылдан астам тарихы бар Шымкент музыкалық саз колледжі бұл айтулы мерекеге өзінің жас өнерім саған елім атты гала-концертін арнап отыр. Представляем вашему вниманию гала-концерт Шымкентского музыкального колледжа «Жас өнерім саған елім». Сахнада аспаптар оркестрі, жетекшісі және дирижер халықаралық конкурстардың лауреаты Жамбол Мейірбеков. Сегіз серінің әні Гауһартас орындайтын халықаралық байқаулардың лауреаты Салтанат Жұмаділдаева.
Күйтарқыз орындайтындар республикалық конкурстардың лауреаттары Жамбыл Мейірбеков, Әлиби Ишақ, Нұрсұлтан Оразтаев, Дастан Ибрагим және оркестр.
Тәуелсіздік жылдарында біздің колледж мақсатыға көтеріліп болады. Колледж түлектері мәртебелі деген өнер жарыстарында жарқырап көрініп, бірнеше республикалық және халықаралық конкурстарда жүлделер биігінен табылды. Колледждің бір топ өнерпаздары жақында Италия Республикасындағы Қазақстан елшілерінің шақыруымен Римасында болып, Шыңғыс Иса және Асқар Рысбек жоғарғы марапатқа ие болғандығы бар. Дәл осы күндері Асқар Рысбек Мәскеу қаласында өтіп жатқан халықаралық романтиада конкурсының ақтық сынына қатысып, Кремль сахнасында ән салу құрметіне ие болды. Колледж шын мәнінде таланттылар бесігі болып, тәуелсіз Қазақстанның руханиятына өз үлесін қосуды мәртебелі миссия санайды. Естайдың әні Құсни Қорлан орындайды. Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Әлімжан Берікбаев және халық әнінің үнші маржанын заманауи стильде шалқытатындар Санат Әлімхан, Павел Ким. Marmara
Фантазия Экспро. Исполняет почетный работник образования Республики Казахстан, лауреат международных конкурсов Зарина Жомарт.
мені. Орындайтындар Шахзод Сана, Павел Ким, Ақбота Мұрат және Апельсин Асабаева. Концертмейстер Санат Тулепов. Владимир Королицын, Чардыш. На сцене ансамбль скрипачей под руководством Гульмиры Ситиновой и Бахтияра Капурова. Концертмейстер Владимир Татульян. Thank
Шамсинур би ансамблі. Жетекшісі Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Надежда Лачук. Әуенге сахналық көрінісі. Жетекшісі Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Жақып Спатаев. Gelipsin, şu gün çırık bulmancın, seni elge görürsün, şarşı toplar
көмілген, көздеріңді сағындым, көзге жылып көрінген, көздеріңді сағындым, ауылды төрінен, қолымдағы көріскен сәлем осы жамыл Кайна қыздар, біздерде бір әңгіме болса. Алаңшық көмекейдің бұйбылата
Эммануэль Сежурне. Терпкий запах лозы. Исполняют лауреаты международных конкурсов Айжан Усимбаева и Сакен Романов.
Шамсинур би ансамблі. Ярославский, четверо в космосе, веселый оркестр. На сцене Диксиленд, руководитель Нурлан Медведев.
Халық әні Наз Қоңыр. Сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты Саз колледжінің хор ұжым. Көркемдік жетекшісі хормейстер Қарашаш Манаева. Дирижері Самат Сартай. Жеке дауыста халықаралық байқаулардың лауреаты Жұмабек Қаңтарбаев. Сияханова. Урмал аспапта Диорбек Октавов. Сия
Дмитрий Шостакович, екінші вальс. Орындайтындар эстрадалық симфониялық оркестр және ансамбль Шамсинур. Жетекшілері Нұрлан Мелдебеков, Александр Шуригин және Надежда Лачук, Бахтияр Гапуров. Жеке дауыстар халықаралық байқаулардың лауреаттары Салтанат Жұмаділдаева, Нематило, Зукрулаев. қызметкер белгісімен Дмитриева Оксана Владимировна марапатталды. Құттықтаймыз. Арал Хажатуря, Гаянер балетінен лезгинка. Орындайтын баянистер ансамблі «Ак Лепету».
счастливым наш будет народ. Пусть удача сопутствует нам, чтоб не знали мы бед и невзгод, чтобы шли к своим важным мечтам. Адиль Бестибаев, Журга, Кирмаметос Серитолибо, Луиджи Денса, Фуникуля. На сцене оркестр духовых инструментов под руководством Мади Тастанова. Исполняют Ярослав Золотбек, Аян Тулеген, Шазот Сана и Павел Ким.
азат елім, кең байда қасиетті туған жерім. Таңдай қағып бар әлем тамсанатын, құдіретіңнен айналдым асыл елім. Шымкент қаласының білім басқармасының басшысы Жанат Арыспекқызы Тәжиева. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, мәдениет жаңа және спорт факультеті. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. На сцену приглашается директор Шымкентского колледжа, доктор философских наук, академик, профессор Клеубаев Сералат Шабаевич.
Біздер өте қуаныштымыз біздің өнерімізді тамашалауға келгендеріңізге. Жас өнерін саған еріп, рахмет. Осымен құрметті достар, ханымдар мен мырзалар, концертimiz аяқталды. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Уважаемые гости, на этом наш концерт подошел к концу. Благодарим вас за внимание. С праздником независимости!